Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер, лайк басып комментарияңызды отырыңыздар. Бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз сіздерге CapCut туралы қосымша шолу жасағым келіп отыр. CapCut мобильді қосымшасы өте жақсы, қазіргі күнде ішіндегі барлығы тегін және өте жақсы мобильді қосымша болып табылады. Мен бұл мобильді қосымшаны күнделікті пайдаланамын, сондықтан сіздерге де шолу жасағым келіп отыр. Ол үшін CapCut деген мобильді қосымшадан App Store-дан iPhone болса, Android болса, Play Market жүктеп аласыздар. Және ашқанда осындай шығады, новый проект деп басасыздар. Және разрешить жазамыз. Және быстрый монтаж деген бар, фотоларда монтаждап береді, уақытыңыз жоқ болса. Енді мына жерде видео таңдайсыз ба, немесе фото таңдайсыз ба деп өзі сұрайды. Енді мына жерде фото таңдайын. Так, мына жердегі өте әдемі видеоны фотоны таңдаймын деп тұр. Енді мына жерде мен әлеуметтік желілерге мына жерде ең бірінші кіргенде істеп тұрады. Осындай подсказка беріп тұрады. Қолмен істеп размерді кішірейту, үлкейтуге дейді. Енді 3 секунд деп тұр, мен қолмен жылжытып, мына кішкене 15 секундқа сторисқа істеймін деп отыр, рилсқа. Сосын 15 секунд деп қояйын. Енді мына жерде астында қарасаңыздар көптеген функциялар бар. Ең бірінші мен хостқа барып, форматқа барып, ең бірінші қандай әлеуметтік желіге қойым келеді, соны қоятын. 9-6 болса, бұл бізде сторис пен, яғни ненің форматы. Reels пен стористің форматы болып табылады бізде. -9 бізде YouTube, бірде-бір Instagram посты. Осылай бітіп кете береді форматқа байланысты. Жерде Reels жасап көрейік. Және үстеп өзгертіп алды, формат өзгертпеді. Және мына жерде өте көп функциялар бар енді мына жерде. Мына жерде фильтрді алсақ, осындай өйтіп үстін бассаңыз, кішкене жүктеледі. Жүктегеннен кейін кішкене формат өзгерді. Өйтіп керек болса удалить ете береміз. Фильтрге тағы барамыз да, мысалы природа деп тұр. Кішкене ашық свет болды. Мына істесек, фотоға қарап отырамыз, және өзі холодный, зима, солай өзі өзгере береді. Мысалы осында алатын болсам, природада өзі алатын болсам, бір әдемі түсіп бергендей. Енді осылай өз эффект қойылады. Енді мына жерге бір эффект өте стикер бар. Мына жерде текст жазым деп отыр. Енді мына жерде бір текст жазым деп отыр. Природа деп жаза қояйын. Природа деп жазып, мына жерде үстіне қойып, енді бұл тексті де былай өзгертуге болады. Астында стиль деп тұр. Стиль енді мына жерде өте көп. Маған CapCut ұнайтыны варианттар өте көп. Осында неон сияқты жанып тұратын. Маған эффекттер ұнайды көбіне. Осы розовыйды алғым келіп тұр. Көкті де алуға болады. Кішкене. Және астында обводка бар. Обводканың сыртын қаптайды. Қолысты бар, тени бар. Немесе астына береді. Осылай ашатыны бар. Осылай жүре береді. Фразы деген бар. Эффектті бассаңыз, онда бөлек. Осы түстері бояп береді. Қай түсінде өтсіз? Осы түстері бояп береді. Өте әдемі. Неоновый түстер өте көп. Бұның ішінде природа. Осыны салайын мен. Және фразе бассаңыздар, мынаны сыртын осылай қаптап береді. Дәл осыны бассаңыз, сізге мысалы халау деп бастатын болсам, природа маған әшін салып берді. Үстеп. Міне өте жақсы. Үстеп істей беруге болады. Осылай істеуге болады. Және мына жерде нені ұмытып кетіппін. Қазір анимациясы бар еще. Қазір. Жаңа фразадан ашып жүрсеңіз, анимация дейді. Анимацияда бұл бізге текст қалай келу керек. Мысалы былай келуге болады текст. Немесе былай келуге болады жанынан. Астындағы жөстен өтсеңіз, ол жай келеді, қатты келеді дегенде үстеп істей береді. Осы эффект ұнап тұр маған жүргенде.
осылай тұрады. Осындай еді. Осылай жасауға болады. Және мына жерде стрелканы ашып кетеміз. Стикерге басып, мына жерде бір стикерлерді қоюға болады. Өте көп енді стикер мына жерде. Өте көп. Үстін аша берсеңіз, мына эффектінің бәрін қоюға болады. Және жаңарып отырады. Бұл бір жақсы. Бұл приложениеден жақсы эффектлер шығып, стикерлер шығып, яғни үнемі жаңару үшін отырады. Өте анимацияға көп шыққан. Мына жерде үстін баса берсеңіз, бұрынғы болмағандар өте көп шыққан. Өсіп қарасаңыз, өте жақсы эффектлер, стикерлер шығады. Кішкене күтеміз, загрузка болады. Осындай қосылып тұрған стикерлер өте ұнайды маған. Осылайды өстіп қарай беруге болады. Мына жерде көбелек өте жақсы екен, мен соны алғым келіп тұр. Бұл да стикер. Мына істеп копировать етіп алуға түсін. Мынаны жей қоюға болады. Тағы бір көйлек алғым келіп тұр. Мына жерін бүйтіп істеп. Көйлектен ұшып батқан сияқты эффектті қалдырамыз. Бұл эффектіні бұл стикерді бізде осылай да істеуге болады. Енді мына жерге әдемі музыка қойғым келіп тұр. Природаның музыкасы. Бізде осындай әдемі видео шықты. Енді мына жерде шығамыз да, звук деген бар, эффекті деген бар, звук деген бар, эффекті деген бар. Қарап көрейік. Мына жерде таңдай береміз. Эффекті деген бар. Бұда құстың суреті бар ма екен? Құстың несі бар ма екен? Қарап көрейік. Природаның. Animals бар екен. Birds chirping. Өте жақсы. Бізде осындай өте әдемі видеоролик шықты. Енді осының үстінде стрелка бар. Стрелка соны басып сохранить боламыз экспортпен. Достар, бұл калькулятор өте жақсы, және бесплатно деп айттым жаңа. Және бұның ішінде мүмкіндіктер өте көп. Яғни стикердің түрі бар, анимацияны қайсайын деді. Осы капкат приложениесін мен көп қолданамын. Себебі іші бәрі оңай. Сондықтан сіздерге де кеңес беремін. Достар, егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Комментарийге тағы қандай видео сіздерге керек, сол туралы жазып кетсеңіздер, мен видео түсіретін боламын. Кездескенше.